Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге құрамы оңай молочная девочка тортын жасайтын боламыз. Ол үшін бізге ұн, сгущенка, сары май және жұмыртқа керек болады. Бірінші ыдысымызға сгущенканы салып аламыз. Және екі жұмыртқамыз саламыз. Екеуі біріккенше жақсылап миксерлейміз. Мінекей біздің сгущенкамыз бен жұмыртқамыз жақсылап араласты. Енді үстіне сары май қосатын боламыз. Сары майымыз бөлме температурасында болу керек. Тағы да жақсылап миксерлейміз. Мінекей біздің массамыз жақсылап араласты. Осындай консистенцияда болу керек. Енді үстіне ұн менен ас содасын салатын боламыз. Қамырымыз дайын болды. Қамырымыз осындай консистенцияда болу керек. Сұйық болмау керек. Өте әдемі болып шықты. Бұл тестадан 5 корж шығатын болады. Алдын ала дайындалған пергамент қағазымызға жайып орналастырып шығатын боламыз. Осылай саламыз. Бізге осы жеткілікті болады. Осы қамырымызды шеңберін асырмай жақсылап орналастырып шығамыз. Мінекей осылай қағаздарға орналастырып шықтық. Енді бұл тесталарымызды 10 минутқа 170 градуста пісіріп алатын боламыз. Мінекей осылай ойып аламыз. Артығын тастайтын боламыз. Бұлай шет-шетін алып тастамасақ, торты жинаған кезде тортымыз қисық жиналатын болады. Мінекей біздің корждарымыз пісіп шықты. Енді кремін дайындайтын боламыз. Бізде барлық тортқа бір кремін жасалынады. Бірінші творожный сыр, және шекер. Сахар мен пудра қоссаңыздар да болады, кәдімгі шекер қоссаңыздар да болады. Осы екеуін біркелкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Мінекей осындай консистенцияда болады. Шекер жақсылап араласу керек. Шекер жақсылап араласпаса, кремдеріңіз дұрыс шықпайды. Енді осының үстіне сливки құямыз. Енді осыны жақсылап қою болғанша миксерлеп аламыз. Мінекей біз енді молочная девочка тортын жинайтын боламыз. Ол үшін бізге мынандай разъезженный котел керек, яғни жылжымалы котел деп айтылады. Бұлмен жинасақ, тортымыз біркелкі түзу шығатын болады. Астыңғы слойына коржымызды осылай саламыз. Кремді салғанда таразыға тартып өлшеп салсаңыздар да болады, немесе мөлшеріне салуға да болады.
biz testimiz pişip çıkanda jан-жағын kesip koy. Artık mындай testolardı arasına salып жібереміз. Bunun барлығы тартылса кремге түскеннен кейін бұл коржиктерimiz жұмсарып кететін болады. Және бізге подъем береді бұлар. Сол үшін жан-жағындағы саламыз. Екінші коржигімізді осылай терісінен саламыз. Өйткені крем тезірек сіңу үшін осылай үстінен басып шығамыз. Ішінде ауа қалып кетпеу керек. Üstüne krem süpüremiz tane. Мінекей ең соңғы коржымыз қалды. Оны осылайынан тегесінен саламыз. Бетіне крем жағып сүрелеп шығамыз. Krem жағып, оны тегісіп шығамыз. Мінекей достар, біз тортымызды қаптап болдық. Келесі видеоларда торты қалай тегіс қаптау керектігін көрсететін боламын. Қазір біз торттың сыртын мынандай вафельный крошкамен қаптаймыз. Мінекей біз тортымыздың сыртын вафельный крошкамен қаптап болдық. Бетін қалауларыңызша әрлеулеріңізге болады. Қазір менде бар затпен сыртын әрлеп жатырмын. Байқасаңыздар, мен тортты сәндегенде тек шет жақтарына қойып жатырмын, өйткені ортасына туған күніңмен, happy birthday немесе адамның атын жазсаңыздар болады креммен. Мінекей тортымыз дайын. Өте оңай жасалады. Үй жағдайында жасап, жақындарыңызға таныстырсаңыздар болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.